Қарында жұп-жұмсақ. Елжіреп жатыр мінекей. Қандай тамаша мінекей қарны. Тамаша. Қарның неге де приправаның бәрі қарынға дәмі шығыпты. Май шыққан бәрі ішінде. Әдемі жұп-жұмсақ болып пісіпті. Шұжық сияқты болыпты. Приправа салғансын тіпті тамаша болыпты. Жас қойдың еті ғой. Қарын жұп-жұмсақ. Еттен жұмсақ. Керемет. Буға пісірдік, суына салмадық. Құр бумен ғана мына суға салсаң, мыналардың бәрі жұмсап, былжырап кетеді. А буға пісіргесін кәді манты сияқты тірдей болып тұрады. Бірақ жұп-жұмсақ болып піскен мына. Қарны бәрі жұп-жұмсақ. Тушонка сияқты ішіндегі еті. Парға пісірген нәрсе кәді тушонка болып сияқты. Дәмі де бәрі де тушонный ет сияқты. Енді өзде туш істетілді ғой. Бәрі дәмі, несі, соғы, несі бәрі өзінің ішінде. Жаңа салған приправамызда бәрі дәм берген. Бұлай не қылсаң, бұны жей алмайсың. Мынандай салғанда әдемі болады. Өте дәмді болады. Осылай орама қып істеңіздер осылай. Қарын жемейтін адамдар осылай маринадтап жеуге болады. Әдемі. Осылай істеңіздер. Өте дәмді, тамаша, әдемі. Буға піскен жақсы болады ғой, дәмі әдемі болады.